Қайырлы күн. Алдарыңызда жастар негізгі орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 6 сыныптың жетекшісі Үсенұлы Қанатбек. Бұл тақырыпта адал азамат біртұтас тәрбие құндылықтарымен байланыстыра отырып, оқушыларға тек білім беріп қана қоймай, олардың бойына адалдық, жауапкершілік және елге қызмет ету қасиеттерін қалыптастыруды мақсат етемін. Бүгінгі сабақта оқушылар өз ойларын еркін білдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасап, жаңа идеялар ұсынуға талпынады. Себебі жаңашылдық пен адалдық қатар жүрген жерде нағыз саналы азамат қалыптасады. Бүгінгі панорамалық сабағымның тақырыбы жаңашылдық, болашақтың кілті деп аталады. Ал балалар, бүгінгі жаңашылдыққа ұмтылу тақырыбы бойынша әрқайсың өз пікірлеріңді айтып кетсеңдер. Яғни бүгінгі күннен бастап қандай жаңашылдыққа ұмтыласыңдар? Мен жаңашылдыққа ұмтыла отырып, телефонға кеткен уақытымды кітапқа арнаймын. Мен жаңашылдыққа ұмтыла отырып, спортпен айналысамын. Мен жаңашылдыққа ұмтыла отырып, өзімнің жақсы қасиеттерімді дамытамын. Мен жаңашылдыққа ұмтыла отырып, сабағымды жақсы оқимын. Мен жаңашылдыққа ұмтыла отырып, өз елімнің дамуына үлес қосамын. Бұл жерде оқушылар ескі мен жаңаның аражігін ажыратып, жаңашылдыққа қатысты сұрақтарға жауап береді. Бұл суретте электрондық құралдар белгіленген. Бәрекелді, отыра ғой. Бұл суретте бұрынғы және жаңа заттар белгіленген. Бұл суретте ескі замандағы және қазіргі замандағы құрылғылар белгіленген. Мен смарт сағатты таңдаймын, себебі ол бұрында тек сағатты көрсетсе, ал қазіргі кезеңде денсаулықты бақылауға өте пайдалы. Мен жаңадан шыққан заманауи смартфонды таңдаймын, себебі ол қазіргі заманның талабына сай техникалардың бірі. Мен смарт сағат таңдаймын, себебі смарт сағатта кезінде фотоаппарат дейтін жоқ болған. Қазіргі смарт сағатта фотоаппарат, камера бар. Бұл нәрселермен біз ақша тауып және білімімізді дамытып, неше түрлі конкурстарға қатыса аламыз. Наушник адамдарға кедергі келтірмейтін құрал. Интернетке қосылып, өзін қалайтын музыканы тыңдап, елге кедергі келтірмей, өзін ғана тыңдап отырасың. Бұл тапсырмада оқушылар екі топқа бөлініп, жаңашылдықтың бүгінгі өз өмірлеріне әсерін және де болашаққа саяхат жасай отырып, өз қиялдарына ерік беріп, өз жоспарларымен бөлісетін болады. Мен қазақ тілін үйрететін робот ойлап тауып, сол туралы жаңалық ашқым келеді, яғни барлық әлем қазақ тілінде сөйлегенін қалаймын. Мен болашақта үй тірлігін жасайтын робот жасағым келеді, себебі ол адамның өмірін жеңілдетеді және уақытын үнемдейді. Мен үй шаруашылығына және экологияға көмектесетін роботты ойлап шығарушы едім. Біз смартфонда неше түрлі ойындар ойнаймыз. Жасанды интеллект жұмыс пен оқуды өзгертуде. Онлайн ойындар біздің уақытымызды ұрлауда. Бұл үшінші тапсырмада оқушылар жаңашыл адам, жаңашылдық тақырыбын адал азамат, біртұтас тәрбиесімен байланыстыра отырып, жаңашыл адамның бойынан табылуға тиісті асыл қасиеттерді бір жерге жинақтайды. Мен бүгін сабақта ойланып, жаңашылдық болашақтың кілті екенін түсіндім. Жаңашылдық жаңа өмірдің бастауы. Біз әрқайсымыз жаңашылдыққа ұмтылуымыз керек. Мен болашақта жаңашыл мұғалім болғым келеді, себебі мен білім мен жаңа шыққан технологияларды біріктіріп, оқушыларға пайдалы болғым келеді. Мен IT маманы боламын, себебі ол қазіргі таңда болашақтың кілті. Осымен менің жаңашылдық болашақтың кілті атты панорамалық сабағым аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.